Маған айтасыз ғой, сіз жазбайсыз жаңағы деп. Оны көз дұрыс көрмейді, не жазамын мен? Көзілдірігін шешіп көрсете аласыз ба көзіңізге? Көрсетейін. Камераны жақындатшы мынаяқтан бері қарай. Сонда мынау сіздің сол көзіңіз, қателеспесем, бұл көзге не болды? Бұл Бала кезден ба сонда? туғаннан. Туғаннан. Осылай сіз дүниеге келдіңіз. Иә. Ешқандай мына дұрыстап не шығарып алыңызшы. Дұрыс тұр ма? Иә. Міне құрметті достар, көрдіңіздер ма? Серікбол Сайлаубек құрдан құр көзілдірік тақпайды. Тағуының да өзінің себебі бар. Енді анам 4 қыз өмірге алып келген туған. Әкеген ол керек қой. Соны әкем мен дастархан басына отырып Алладан сұраған екен, бір көз соқыр болсын ол беш деп. Сондықтан да мен сол үшін айтып отырмын ғой, Нұреке, дұрыс сөйлеу керек. Дұрыс сөйлеу керек. Дұрыс сөйлеген әр сөзің қабыл болып қалады. Сондықтан мен айтамын ғой, бір-бірімізді қолдан келсе көтерейік, жақсы сөздер көп айтайық. Өйткені мына жалған бұл өтірік өмір, мына болып отқан. Бұл жерде фитна көп, мына жалғанда. Өсек көп, арамдық көп, арам тамақ көп. Бұл жалған жалпы, бұл өте қысқа. Сондықтан да бұл жалғанда қатты напрягаться етудің қажеті жоқ. Әр нәрсе өз уақытысымен, уақыт сағаты келген кезде көре жатармыз. Кім қайда жеткен, кім қайда барған. Ең басты бірімізге тілеуші, тірекші болайық. Қолымыздан келгенше жақсы сөздер көп айтайық. Сонымен әкем тіледі, сонымен бір көзбен келдім.